Сәлем құрбым, бүгін сен әйелдің нәзіктігін кетіретін 12 кедергі жайлы білетін боласың. Видеоны соңына дейін қарап, нәзіктігіңіздің қаншалықты жоғалғанын біліңіз. Ең бірінші, шалбар көп кию. Шалбар ер адамның киімі. Егер нәзіктігіңізді жоғалтқыңыз келмесе, арасында көйлек киіп жүргеніңіз де абзал. Екінші, басқаруға ұмтылысы. Әйелден өте жақсы басшы шығады, алайда басқаруға құлшынбағаны жөн. Бұл оның табиғатынан емес. Әйел шабыт беруші, нәзіктік иесі. Үйдегі басшылық қызметін ер азаматыңызға тапсырғаныңыз жөн. Әлеуметтік желіде көп отыру. Ол ең бірінші сіздің уақытыңызды алады, екінші, бір орында қимыл қозғалыссыз көп отырғандықтан фигураңыз өзгереді. Сондықтан әлеуметтік желіге күніне 1-2 сағат, оның үстіне үйіңіз жинаулы кезде, тамағыңыз дайын кезде кіргеніңіз абзал. Төртінші, шағымдану. Әйел шағымданбайды, әйел не сезінетінін ғана айтады. Ал шағымданса, онда біреу кінәлі болары хақ. Әйел ерімен кеңеседі, одан жағдайды шеш деп талап етпейді, оған арқа сүйейтінін жеткізеді. Өзіне арнайтын уақыттың жоқтығы. Тек өзіне. Ұсақ түйекке керек уақыт. Кейде сондай ұсақ түйекке ақшасын жұмсасын, әдемілігіне қарасын. Өзіне қарасын. Алтыншыдан, дауыс көтеріп сөйлеу. Ол деген әйелдің нәзіктігін құртады. Әйелдің дауысы жағымды, тыңдай бергің келетіндей нәзік болуы керек. Хоббидің жоқтығы. Хобби – ол жан қалауы, ол пайда келмесе де болады. Ол адамға қанағаттану сезімін сыйлайды. Ері әйелінің хоббиін білуі тиіс және хоббимен айналысуына жағдай жасау керек. Сегізінші, шиеленіс. Әйел ұрыс-керіске араласпауы керек. Оның қарым-қатынасы жайлы болуы тиіс. Әсіресе ер адамдармен қатынасы өте сыпайы болсын. Егер еркектермен ұрысып қалса, әйел бірден дөрекі болып шыға келеді. Тоғызыншы, құрбыларының жоқтығы. Әйел жүрек түкпіріндегі сырын айту үшін құрбыларының болғаны абзал. Үйде еркектің міндетін орындау, шеге қағу, жиһаздың орнын ауыстыру – ол сіздің тірлігіңіз емес. Сіз әрқашан сұлу, нәзік болып жүруіңіз тиіс. Қомағайлық немесе көп тамақ жеу. Ол біріншіден сіздің денсаулығыңызға зиян, екіншіден артық салмақ қосады. Сондықтан бейберекет тамақ жей бермей, тек қарныңыз ашқанда ғана жеп және суды көп ішіңіз. Қимыл қозғалыстың аздығы. Күніне 10-15 минут өзіңізге көңіл бөліп, қимылдаңыз, зарядка жасаңыз, немесе билеңіз. Ол сіздің көңіл күйіңізді көтереді, әрі әйелдік энергияңызды арттырады. Өзін-өзі дамыту, білімді болу. Әйелге тәрбиелі білімді болу парыз. Өйткені әйел арқылы үйге имандылық, білімді бала, білімді ұрпақ, білімді болашақ келеді. Менің бұл видеом сіздердің пайдаларыңызға жарасын. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар.